Мысалы қазір охранник керек десе, бәрі соған барып тапсырады ғой. Қарасаң жаңа қан шығып кеткен біреу отырады, жаңа басына охранник күзетші деген. Анан бастан бір қойсаң түк істей алмай қалады. Субханалла, саған ақша төлеп отыр ғой, ана мешітті болмаса организацияны күзетеді деп. А сен сол күзетке кіріп алып, ертең сол жерде ұйықтайтын болсаң, қияметте Құдайдың алдына жауап бересің. Түсініп отырсыздар ма? Сіз охранаға кіріп, сіздің міндетіңіз анау кештен бастап таң атқанша ұйықтамау. Егер ұйықтасаңыз, сіз қиянатшыл боласыз. Сондықтан сіз жұмысқа барған кезде шамаңызға қараңыз. Көрдіңіздер ме? Дін деген ол ойыншық емес. Дін деген ол ілім, жауапкершілік. Ол айтады, кім күзетші болмай жатыр? Көрдіңіздер ме? Әркім өзінің шамасын білу керек. Кім пайғамбарымыз? Кім айтқан? Али радиаллаху анху айтады. Рахималлаху имриин ғарафа қадр нафсихи дейді. Өзінің қадір шамасын білген адамды Алла рахметті дейді. Қараңыз. Өзінің қадір шамасын білген адамды Алла рахметті дейді. Сондықтан адам өзінің шамасы келетін, сол жауапкершілік, ол аманат, сол аманатқа қиянат жасап қоймаған болу керек. Көрдіңіздер ме? Сондықтан сіздер ертең ана жұмысқа ұсынған кезде, жұмыс берілген кезде қараңыз, сен алып кете аласың ба? Анау инкассаторларды неге тонап береді? Потому что олар оның иесі емес қой. Ауылда трактор айдап жүрген жігіттер ғой. 2-3 күн мылтық атып үйретеді, басқасына каска киіп алса, үстіне бронежилет киіп алса, жаңа спецназ болып кетемін деп ойлайды да. Ал егер солардың бәрі дайындалған жаңа дайындықтан өткен адамдар болса, сен жанынан жүрмейтін ең оларды. Көрдіңіздер, әр нәрсенің өзі. Стройкаға бардың ба, сен қой лайжаға білуің керексің, раствор жасай білуің керексің. Бұл сварщик болып кететіндер ғой. Сваркалап жүріп үйреніп кетесің дейді. Сен мына үйдің стойкасын сваркалап жатсың ғой, сен субханаллахул ғазим. Ана бір күн құласа қияметте соны жауап бересің, құлап жатыр ғой үйлер. А соны не маман еместердің салған себепті. Мысалы, бір тонна кететін жерге жарты тонна цемент құясын десе, айналайын кешірін, жұмысыңыз өзіңізге. Мен аманатқа қиянат жасам, мін жерге міндетті түрде бір тонна бетон құю керек. Жұмыс тастап кетуің керексің сен. Міне аманат деген сол. Мынадай арматураның орнына, мынадай арматура бар деп тұр. Бастық мен істемеймін. Положено мін жерде мынадай арматура бар. Ал егер сіз мынаны қояды екенсіз, жұмысыңызды қабылдамаңыз. Өйткені ол аманат. Аманат бұл. Сіздер ойламаңыз, аманат үйің алдына машина қойды, 2 күн қарап тұрдың, 3 күн қалып кеткен деген.